Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келіпсіздер. Бүгін сіздермен құрамы дәруменге бай, иммунитетті көтеретін смузи жасаймыз. Бізге қажетті зат: бір апельсин, құрма, жарты лимон және асқабақ қажет болады. Алдымен менің каналыма тіркеліп, видеоның соңына дейін қараңыздар. Қыс мезгілінде иммунитетті көтеретін, сонымен қатар құрамында А, Б, С және В тобындағы дәрумендер, сонымен қатар сирек кездесетін К және Т тобындағы дәрумендер осы асқабақтың құрамында кездеседі. Асқабақтың пайдасын айта берсем, ол өте көп. Сонымен қатар асқабақ біздің бауырымызды тазалауға өте үлкен септігін тигізеді. Келесі кезекте біз апельсинімізді сыртын тазартып, ішіндегі дәндерінен тазартып аламыз. Апельсинді көбіңіз білесіздер, бұл антиоксидант, яғни біздің іш құрылысымызды тазалауға өте үлкен септігін тигізеді. Бұл смузиді күнделікті пайдалансаңыздар болады. Егер сізде артық салмақ болатын болса, артық салмақтан арылуға септігін тигізеді. Апельсинімізді турап блендерімізға саламыз. Блендерімізға салып алғаннан кейін үстінен жарты лимон суын сығып қосатын боламыз. Лимонның құрамында білесіздер, С дәрумені бар. Үстінен 150 мл суымызды құйып, блендердің көмегімен смузи жасаймыз. Егер сізде сок жасайтын аппарат болса, тіптен жақсы, содан да согын шығарып алсаңыздар болады. Міне сонымен біздің өте пайдалы құрамы дәруменге бай смузиіміз дайын болды. Ыдысымызға құйып, балаларыңызға немесе өзіңіз күнделікті қолдансаңыздар болады. Бұл жерде асқабақтың дәмі ешқандай да білінбейді. Түрі де, дәмі де өте ерекше болып шығады. Осы смузиді жасап, иммунитетіңізді көтеріп, ауырмаңыздар, қыстан аман шығыңыздар. Сіздермен болған Айдана.